Сәлеметсіздер ма, құрметті ұстаздар, оқушылар. Менің аты жөнім Зүкенұлы Құрман. Талдықорған қаласы дарынды балаларға арналған үш тілде оқытылатын номер 20 арнаулы лицейінің математика пәнінің мұғалімі. Енді сіздерге ұсынғалы отырған сабағымның тақырыбы квадрат теңдеуді шешуде тиімді тәсілдерді пайдалану. Ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде тақырыптар көп кездесетін тақырыптардың бірі. Мектеп кезінде мысалы біз қарастырдық y тең ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0-ге. Осыны шешуде біз көп жағдайда қолданатынымыз дискриминант әдісі және вет теоремасы. Енді дискриминант әдісі мен вет теоремасы тиімді әдістердің бірі, бірақ уақыт көп кетеді. Біз ұлттық бірыңғай тестте уақытты үнемді пайдалануымыз керек. Сондықтан дискриминант 0-ден үлкен жағдай, 0-ге тең жағдай, 0-ден кіші жағдай деген сияқты жағдайларды қарастыруымызға тура келеді. Біз енді олай шығармастан бірден квадрат теңдеуді шешудің бірнеше тиімді әдісін ұсынамын. Бірінші тәсіл. ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0-ге тең болғанда, енді осы квадрат үш мүшенің коэффициенттерін теңестіру арқылы, 0-ге теңестіру арқылы теңдеуді шешуге болады. Мысалы, коэффициенттер 0-ге тең болғанда, x1 түбір міндетті түрде 1-ге тең болады, екінші түбірі, яғни бос мүшенің бірінші мүшенің коэффициентіне қатынасына тең болады. Мысалы қарастырайық. 5x квадрат алынған 3x алынған 2 тең 0-ге теңдеу берілсін. Бұл жерде 5 минус 3 минус 2. Осы коэффициенттерді қосатын болсақ, қосындысы 0-ге тең. Онда біз ойланып жатпаймыз, бірінші түбірін 1-ге тең деп аламыз, екінші түбірін минус 5-тен 2 деп бірден қарастыратын боламыз. Енді екінші тәсіл. Бұл жерде квадрат теңдеудің коэффициентін тағы да қарастыратын болсақ, квадрат теңдеудің бірінші мүшесінің коэффициентін және бос мүшенің қосындысы екінші мүшенің коэффициентіне тең болғанда, бұл жерде теңдеудің түбірі міндетті түрде бірінші түбірі минус 1-ге тең болады, екінші түбірі минус бос мүшенің бірінші мүшенің коэффициентіне қатынасына тең болады. Мысалы қарастырайық. 7x квадрат қосылған 9x қосылған 2 тең 0-ге теңдеу берілсе, бірінші мүшенің коэффициенті 7, бос мүше 2, екінші мүшенің коэффициенті 9, яғни қосындылары тең болғандықтан міндетті түрде бірінші түбірін айта саламыз, минус 1-ге тең, екінші түбірі бос мүшенің бірінші мүшенің коэффициентіне қарама-қарсы таңбасына тең болады деп. Осындай теңдеулерді шығару болады. Ал енді кей жағдайда осы коэффициент әдісі қолданылмаған жағдайда біз қандай әдіс қолданамыз деген кезде, үшінші тәсіл лақтыру әдісі деген әдісті қолданамыз. Яғни ax квадрат bx қосылған с теңдеуінің бірінші мүшенің коэффициенті a-ны, яғни бос мүшеге көбейтеміз. Сонда өрнегіміз x квадрат bx қосылған a көбейту с тең 0-ге теңдеуіне шығады. Осы теңдеудің түбірлерін коэффициенттерін теңестіру әдісіне пайдаланып отыр. Түбірін тауып аламыз да, бастапқы шыққан түбірді, бастапқы бірінші мүшенің коэффициенті a-ға бөлсек, теңдеудің түбіріне ие боламыз. Мысалы қарастырайық. 4x квадрат алынған 13x қосылған 3 тең 0-ге теңдеу берілді. Бұл жерде коэффициенттерін теңестіру әдісін қолдана алмаймыз. Сондықтан бірінші мүше коэффициенті 4-ті, бос мүше 3-ге көбейтсек, яғни жаңа теңдеу шығады. x квадрат минус 13x плюс 12 тең 0-ге. Енді бұл жерден қарайтын болсақ, коэффициенттерін теңестіру әдісін қолдансақ, бұл жерде коэффициенттердің қосындысы 0-ге тең болады. Сондықтан бірінші әдісті пайдаланамыз да, бірінші түбірі 1-ге тең, екінші түбірі 12-ге тең деген сияқты ала саламыз. Бірақ енді бұл жерде ескеретін жағдай, теңдеудің түбірін міндетті түрде бірінші мүшенің коэффициентіне бөлеміз. Осы әдісті қолдансақ тиімдірек болады. Ал енді төртінші тәсіл шақыру әдісі деп аталады. Квадрат теңдеудің бұл жерде коэффициенттер тең болмаған жағдайда бос мүшені бірінші мүшенің коэффициентіне көбейтеміз. Сол кезде өрнегіміз былай шығады. a көбейтілген cx квадрат қосылған bx қосылған 1 тең 0-ге деген теңдеу келіп шығады. Сонымен соңғы шыққан теңдеудің түбірін тауып аламыз да, коэффициенттерді теңестіру әдісі арқылы. Осы түбірді бастапқы бос мүшеге көбейткенде берілген теңдеудің түбіріне ие бола аламыз. Мысал қарастырайық. 2x квадрат қосылған 7x қосылған 3 тең 0-ге теңдеуінде біз бос мүшенің бірінші мүшенің коэффициенті 2-ге көбейтсек, 6x квадрат қосылған 7x қосылған 1 тең 0-ге теңдеуіне ие боламыз. Енді бұл жерде екінші әдісті пайдалансақ, яғни коэффициенттерін теңестіру. 6 қосылған 1 тең болады 7-ге. Онда коэффициенттер тең болғандықтан теңдеудің түбірі бірінші түбірі минус 1-ге тең болады, екінші түбірі минус 6-тан 1 деп жаза саламыз. Бірақ
Енді осы шыққан түбірді бос мүшені көбейтеміз. Сол кезде бірінші түбіріміз минус 3-ке тең болады, екінші түбіріміз минус 2-ден 1-ге тең болады. Осылай біз квадрат теңдеудің түбірін таба алатын боламыз. Енді біз көп жағдайда қолданатын квадрат теңдеуді келтірілген квадрат теңдеуге байландыру арқылы функция ретінде қарастыруға болады. Мысалы қарастырайық, x квадрат px қосылған q тең 0-ге теңдеу берілсе, онда осы жерден екінші мүше мен бос мүшені теңдеудің оң жағына көшіру арқылы x квадрат минус px алынған q деген өрнекке ие боламыз. Осы жерден x квадратты бір функция ретінде, минус px минус q-ді бір функция ретінде қарастырсақ, мынандай функциялар шығады. Бір параболаның y тең x квадрат параболаның графигі және y тең минус px минус q түзудің теңдеуі пайда болады. Осы екі функцияның графиктерін координаталы жазықтықта қиылыстыратын болсақ, онда осы екеуінің қиылысуы бізге керекті теңдеудің түбірлері болады. Осылайша теңдеудің түбірлерін табуға мүмкіндік болады. Назарларыңызға рахмет.